Мен сенің қолыңнан ұстаймын. Бауырыма басам, қажет болса ағаң, досың болам. Балалар үйіне өз еріктерімен барған тәлімгерлер жасөспірімдерге ең алдымен осы сөздерді айтады. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған жеткіншек үшін мұндай жылы сөздер қалай қабылданатынын сіз білсеңіз ғой. Жыл басында басталған тәлімгерлік жобасы арқылы 120 бала үлкендердің аял алақанын сезініп, отбасылық дастархан басына отыру мүмкіндігіне ие болды. Қазірде көпке белгілі бала асырап алудың 3 түрі бар. Олардың алғашқысы баршаға мәлім асырап алу әдісі. Одан кейін екінші орында қамқоршылыққа алу, үшіншісі тәлімгерлікке алу. Бірақ елімізде тәлімгер деген мәртебеге әзірге заңмен қорғалмай тұр. Балаға бақыт сыйлау үшін ерікті азаматтар көп тосқауылдарға тап болуда. Әріптесім Эльвира Тағайқызы тақырыпты жалғастырады. Отбасын тапқан балалардың көбісі 10 жасқа дейінгілер, ал одан кейін жасөспірімдерді ешкім асырап алғысы келмейді. Өзекте өртейтін мәліметті бізге бала жанұяда өмір сүру тиіс қоғамдық қозғалысының жетекшісі айтты. Себебі адамдар мінезі қалыптаса бастаған, өзіндік ойы бар баланы тәрбиелей алмаймыз деп қауіптенеді. Наставник, подписав именно гостевой договор, ешкімге керексіз болып қалған балаларды тағдыр тәлкегіне қалдырмау үшін жыл басында біз тәлімгер жобасын бастадық. Оған жасы 25-тен асқан еріктілерді шақырдық. Осы уақытқа дейін 120 балаға кеңесші әрі дос тәлімгерді тауып бердік. Олар енді өздерін бір адамға болсын қажетті екендіктерін сезінуде. Астана қаласындағы мына балалар үйінде бүгін ерекше шара өтуде. Оған балаға ыстық ықыласын білдіріп, жақсы сөзін айтуға асыққан азаматтар мен өмір бойы жылулыққа зәрі болып жүрген жасөспірімдер жиналды. Танысу күні тәлімгер болудың алғашқы қадамы. Маған бүгінгі келгендердің барлығы ұнады. Менің ойымша олармен сөйлесіп кеңес алуға болатын сияқты. Ал қаланың екінші жағында ол кезеңдерден сәтті өткендер жиналды. Олардың бірі Қарлығаш Теміржанова. Ол қыркүйек айында 14 жасар ұл балаға тәлімгер боламын деп шешіпті. Біз осымен 6 рет кездесіп отырмыз. Әр кездескен сайын оның мені көргенде қуанатынын байқаймын. Маған өзінің салған суреттерін алып келіп, жетістіктермен бөліскісі келетінін де байқаймын. Мен үшін баланың қуанғанын көргеннен асқан бақыт жоқ. Әзірге бала асырап алудың екі жолы бар. Бірі толық өз атыңа өткізіп, заңды түрде асырау болса, екіншісі қамқорлыққа алу. Екі жолы да заң жүзінде іске асады. Соңғы кезде бала өмірі үшін тәлімгердің ерекше орын алатынын көрдік. Бірақ ондайды қолға алғысы келетіндер еріктілер үшін тосқауылдар аз емес. Құжат жинау, түрлік тексерістерден өту сияқты. Бүгінгі жиында осы жобаны заңдастыру талқыланды. Ұсыныс депутаттардың қолдауына ие болса, жанашырлар саны көбейіп, қамқор болуға асығатындарға жеңілдік болары сөзсіз. Эльвира Тағайқызы, Санжар Жартиев, қорытынды жаңалықтар.